Екінші бөлім. Айка тоқташы, деген күйеуіне қайырылып та қарамады да, жүгіріп келіп көлігін оталдырып, орнынан ұша жөнелді. Бірталай көшені басып өтіп, ызғыртып келіп бір жерге келіп тоқтаған соң ғана өкіріп жылап жіберді. Телефоны үздіксіз шырылдауда. Бір қарап еді, болады екенін көріп, лақтыра салды. Көз алдына манағы көрініс қайта келіп, өксігін баса алар емес. Төсекте керіліп отырған келіншекті де жазбай таныған. Күйеуімен бірге жұмыс істейді. Бірнеше рет отырыстарда да болған. Қателеспесе, ол да үйлі баран деді ғой. Бұнымен жақын құрбысындай әңгімелесіп, Болатты мақтап, керемет құрметтейтінін айтып, қылымсып отырған түрі есіне түсіп, зығырданы қайнап кетті. Қалайша ғана дәті барды екен. Қашаннан бері екеуі бірге. Тіпті сол отырыстың өзінде бетіме күліп қарап, ішінен бұны мазақ етіп отырдым екен. Сансыз сұрақ жүйкесін жегідей жеп, өзегі өртеніп барады. Біраздан соң Айнұр бір шешімге келгендей телефонын алып Дарханға: «Сен қайдасың?» «Иә, ол жерді білем, қазір келем», деп тұтқаны қойды. Қайта Болат телефон шала берген соң, телефонын өшіріп тастап көлігін оталдырды. Дархан өзін кінәлі санап, қипақтап, есі шығып тұр. Бұның жылап-жылап ісіп кеткен көздеріне қарап: «Айнұр, бәрі дұрыс па? Өңің кетіп қалыпты ғой, не болып қалды?» деді алаңдап. «Ештеңе де дұрыс емес», деп бастап алған Айнұр ішіндегі қайнап жатқан сырын бірақ ақтарып тастады. Іші босаған мен көңілі жайланар емес. Жанын қоярға жер таба алмай отырған, оны құшағына қысқан Дархан: «Мына қалпыңмен қалай көлікті өзің жүргізіп келдің? Жүр, мен сені үйіңе жеткізіп тастайын. Бірдеңе ұшырап қаларсың», деді жаймен. «Жоқ, Дархан, тек үйге емес. Мына түрмен балаларымның көзіне қалай көрінемін? Бір жерге барып демалайынша, шаршап кеттім», деп кішкене баладай жәутеңдеп отырған Айнұрдың қолынан ұстап, орнынан тұрған Дарханның артынан ілесіп жүре берді. Екеуі Дарханның жалдамалы пәтеріне келді. Жұпыны ғана бөлменің іші тап-таза. Бәрі өз орнында. Тап-тұйнақтай жиналған бөлменің ортасында не істерін білмей тұрған Айнұрдың әлі бітіп, бас айналып кетті. Таңертеңнен қара суда ішпеген ол, бүгінгі көріністі сұмдықтан соң есін жия алмай, меңіреу адамдай теңселіп тұр. Айнұрға күлімдей қарап: «Енді патша сарайы болмаса да, тұрып жатқан жерім осы. Сен демалып ал, ештеңкеге алаңдама, бәрі орнына келер. Мен біраздан соң келемін», деген Дархан бұны тастап, өзі шығып кетті. Дарханның төсегіне құлай сала, көзін тарс жұмып жатқанымен, жетесін жегідей жеген мың сұрақ миын жеп барады. Ары қарай не істеу керек? Есейіп қалған балаларына әкелерін жасаған опасыздығын қалай түсіндіреді? Өтпелі кезеңде мектеп бітіремін деп дайындалып жүрген олар мына жағдайды қалай қабылдар екен? Бүгінгі көрген жағдайдан соң күйеуінің қасында түк болмағандай жүре алмасы айдан анық. Ал бірақ ажырасып кеткен күнде әкелеріне бауыр басып қалған балаларына дұрыс тәрбие бере алады ма? Өмір бойы жұмыс істеп көрмеген бұл енді жанұяны асырайдай қаржы таба ала ма? Неге бүгін жан құрбысы Гүлжанға емес, Дарханға келіп мұңын шақты? Мұның осалдығын пайдаланбай өзі келіп тұрған келіншекті үйіне әкеліп тұрып, жағдайын жасап шығып кеткен Дарханның шынымен де бұған деген көңілі бар ма? Кешегі қылығы ешқандай да басынғандық емес, шынымен де ғашықтық сезімі ме? Неліктен Дарханды ойласа, өзінің жүрегі өркпіп кетеді? Мұның да жүрегінде оған деген сезім тұтқыны оянып үлгерді ме? Жауабы жоқ мың сұрақтан қалжырап, ұйықтап кеткен Айнұр оянғанда күн ала көлеңке болып, кеш батып қалыпты. Анадай жерде дастархан басында отырған Дархан мұның оянғанын көріп, қасына келіп құшағына алды. «Қалай? Кішкене демалып алдың ба? Жеңілденіп қалдың ба?» «Дархан, кешірші мені. Өз мәселеммен сенің мазаңды алғаным дұрыс болмады. Кеш болып қалыпты, мен қайтайын. Балалар алаңдап отырған шығар». Екі қолымен бұның бетінен ұстап, өзіне қаратып алған Дархан: «Айнұр, мен сені алғаш көргеннен ұнатып қалдым. Кешегі қылығымда сені басынайын дегенімнен емес, шын жүрегімнен шыққан талпыныс. Арам ойын болса,
Бүгінгі сенің жағдайыңды пайдаланар едім ғой. Бірақ мен сенің келісіміңсіз күйеуіңе деген ашуыңды өз пайдама жаратқым келмейді. Қандай шешім қабылдасаң да сенің тілеулесің боламын. Себебі шын сүйемін сені, деді ентігіп. Ыстық демі бетін шарпыған жігітке таңырқай қараған Айнұр, оның жасына сай емес байсалдығына тәнті болып, құшағына құлай кетті. Әлде бір күште жеп, аптыққан жүрегін басып, есін жиып, өзін қолына алған ол жігіттің құшағынан сытылып шығып, «Дархан, мүмкін шынымен ақ, сенің маған деген көңілің ақ шығар, бірақ мен сенің сезіміңді қабылдай алмаймын. Арамыздың 13 жас екенін ұмытпа. Мен сені жанашыр бауырым бар деп есептейтін боламын. Одан артықты менен талап етуінің өзі ұят. Алда не боларын өмір көрсетер. Бүгінгі күнге тағы да рахмет саған», деп ентігіп, әр сөзін бөліп айтқан ол икемге келмей, дірілдеп тұрған аяқтарын ақырын басып шығып кетті. Ішкі жан дүниесі: «Айнұр, қайт, сен де оны сүйіп қалғаныңды жоққа шығарма. Сен де бақытты болуға лайықсың», деп айқайлап жатса да, ішкі сезімін тұншықтырып, көлігіне келіп отырды. Иә, бәрін дұрыс істеді. Мұның жүрегінде Дарханға деген сезімі оянуы мүмкін емес. Онда ессіз махаббатқа бой алдыратын ақымақ емес бұл. Бұның бәрі күйеуіне деген реніш, ашу ызадан туған дүние. Ешқандай шын сезім емес. Өз-өзімен күбірлеп, ала сұрған жүрегін басып, терең демалып біраз отырды. Бағана лақтыра салған телефонын ашып қарап еді. Болаттың және де қыздың бірнеше рет телефон шалғанын көріп, дереу қызына хабарласты. Арғы жақтан: «Мама, сен қайдасың?» деп еңіреп жылаған дауысты естіді. Жүрегі тарсылдап: «Не боп қалды? Ақерке, дұрыстап айтшы», деп айқай салды. «Папам көлік апатына түсіп қалыпты. Ауруханадан хабарласты. Сені таба алмаған соң, Арман мені үйге тастап өзі ауруханаға кетті. Қазір келемін. Сыртқа шығып тұр. Бірден ауруханаға кетеміз», деп асығыс көлігін оталдырды. Аурухана дәлізінде абдырап, есі шығып тұрған ұлы жылап жіберіп құшақтай алды. «Мама, қайда жүрсің?» «Машинам істен шығып, телефонның қуаты өшіп қалыпты». «Не дейді? Папаңды көрдің бе?» «Жоқ, отаға алып кетіпті. Әлі ешкім шыққан жоқ. 1 сағат болды». Екі баласын құшағына алып, беттерінен кезек-кезек сүйіп: «Алаңдамаңдар, бәрі жақсы болады», деп алдаусыратып қойғанымен көңілі алай-дүлей. Қанша иттік жасаса да 16 жыл отасқан жары балаларының әкесі емес пе? Шын көңілмен Аллаға жалбарынып, күйеуінің аман қалуын тілеп отырғанына біраз болды. Үрпиісіп әкелерін уайымдап отырған балаларына қарап, өзінің Болатқа жіпсіз байлаулы екенін ұғынды. Ота бөлімнен шыққан дәрігерге жүгіріп барып, зор үмітпен қарап тұрған үшеуіне: «Біз қолымыздан келгенін бәрін жасадық. Жағдайы өте ауыр. Ендігі жағдай науқасқа байланысты. Өмірге құштарлығы болса, есін жияр», деген дәрігер шаршаңқы түрмен алыстай берді. Енді тек күту ғана қалды. Қолдан келер қайран болмаған соң, балаларын үйіне қайтарып, жан сақтау бөлімінің алдында көзетіп отырған Айнұрға Дархан хабарласты. Болған жайды баяндап, енді өзін мазаламауын өтінген Айнұр бәрін ұмытып, өмірін жаңа парақтан бастауға бел буды. Тек Болаты аман қалса екен. Балаларының бақыты үшін бәрін кешіреді. Тек қана есін жиса екен. Осылай жабулы есікке жалтаңдап, жалбарынып отырып, таңды көзімен атырды. Бір орында қозғалмай отырғаннан дене сүйіп, белі сынып барады. Бір кезде анадайдан көзіне күлімдеп келе жатқан Дарханды көріп, таңырқағанын жасыра алмай: «Сен қайдан жүрсің? Таңғы 6 ғой», деді. «Саған тіс басар ыстық шай алып келдім. Кешеден бері нәрсіз баған шығарсың. Кеше бауырым деп кетіп едің ғой. Осындайда іздемесем, несіне бауырың боламын?» деп көзін қысып қутыңдап алған жігіт лезде салмақтанылып: «Айнұр, бәрі жақсы болады. Уайымдай бермеші», деп жанына жайғасты. Әкелген тамағын жегізіп, термосқа құйып әкелген қою күрең шайын ұсынған жігітке риза болған Айнұрдың да шаршағанын басылғандай көңілі жадырап қалды.
Екеуі әрнені айтып күбірлесіп, есікке жалтаңдап қойып отыр. Мама, папам қалай? Дарханмен сөйлесіп отырып, қастарына келіп қалған қызын байқамай қалыпты. Ақерке, сен қайдан жүрсің? Сендерге өзім хабарласамын дедім ғой. Сабағың қайда? Деп сасып қалған Айнұр орнынан атып тұрды. Сабаққа дейін саған соғып кетуге келдім. Папамды уайымдап ұйықтай алмадым. Саған тамақ алып келдім. Деп Дарханға сұраулы көзбен қарап тұрған қызына. Әзірше ешқандай өзгеріс жоқ. Есін жиса айтамыз деген. Гаухар апайың тамақ беріп жіберіпті. Танысып қой. Мына кісі Дархан ағаң, Гаухар апайыңның бауыры. Деп өтірік айтқанына ұялып, қызарған өңін көрсеткісі келмей бұрылып кетті. Сен алаңдамай сабағыңа бар. Бәрі жақсы болады. Әкең оянғанда бірден телефон шаламын. Деп қызын шығарып салды. Сенің осында ересек қызың бар деген үш ұйықтасамда түсіме кірмепті. Шыны керек, сені өзімен азар болса 5 жас үлкен шығар деп ойладым. Шынымен де өте жас көрінесің. Ал қызың өзіңе тартыпты. Өзің сияқты әдемі. Деген Дарханға қатқыл дауыспен. Сен дегенді қайт, жұмысыңнан қаласың. Деген бұған. Құп болады апай, бірақ өтірік айтқаның жөн болмады. Деп жымиған ол. Айнұр, бәрі жақсы болады. Көп уайымдама. Тамақ ішуді ұмытып кетпе. Сенің бұл жерде отырғаныңнан ештеңке өзгермейді. Біраздан соң үйге барып демал. Балаларың әке ғана емес, шеше де керек екенін естен шығарма. Деп үлкен ағасындай ақылын айтып, кетуге ыңғайланды. Бұл күні де ештеңе өзгермеді. Есіктен шыққан әр дәрігерге жалтақтап, атып тұрып, жандарына жүгіріп барып, бастарын шайқағаннан соң салы суға кетіп, орнына отырып жүріп, кештің батқанын білмей қалды. Кешкілік Гаухар құрбысы келіп, мұның қарсылығына қарамай үйіне алып кетті. Жола 2-3 күнде бастан өткенін еш бүкпесіз айтып берген бұған. Да, подруга, өмірің Голливуд отдыхает болып кетіпті ғой. Болат, конечно, сволочь. Но сенікі дұрыс. Балаға әке керек. Ничего, бәрі дұрыс болады. Болат есін жиса бірден хабарласады қыздар. Бәрімен келісіп кеттім. Так что сен қазір барда ұйықта. Бар проблеманы рет-ретімен шешу керек. И, кстати, менің бауырыммен таныстыруды ұмытып кетіп жүрме? Деп күліп үйіне жеткізіп тастады. Балаларын тамақтандырып, төсегіне ертеңгі күніне алаңдаумен жатқанымен арсыз ұйқы жеңіп, үзіліп кетті. Осылай тағы да 2 күн өте шықты. Тек 3-ші күні таңертең. Апай, күйеуіңіз өз-өзіне келді. 5 минутқа кіріп шықсаңыз болады. Деген медбикенің артынан бойының дірілеген баса алмай жансақтау бөліне кірген Айнұр бірнеше аппараттар қоршауында сұп-сұр болып жатқан күйеуінің қасына келді. Көнектей болып ісіп кеткен бетіндегі сығырайған көздерінен бір тамшы жас шығып, жарылып кеткен дүрдеген еріндермен естілер естірместей сыбырлап, кешірші деген күйеуінің қолын үнсіз сипалай берген. Болат ауруханада ұзақ жатты. Бірақ дәрігерлер оның алған жарақаттарына қарамай, өте жылдам сауығып келе жатқанына таңырқағандарын айтып, бәрі әйеліңіздің арқасы. Сіз осында түскеннен бері осы жердің тұрғыны болып кетті, апайымыз. Деп қалжыңдаған сайын, әйеліне мейірлене қарап, көңілі марқайып қалатын ол тезірек үйіне шыққысы келіп, өзі де ерекше төзімділікпен ауруына төтеп беруге тырысты. Соның арқасында тек аяғын сылтып басатыны болмаса, басқа жарақатынан құлан таза айығып, ауруханадан шығатын күні де келіп жетті. Аман есен үйіне шыққанына біраз туыстары, достары жиылатын болып, Айнұр бар өнерін салып, дастарханын жайнатып, қонақ күтуге дайындалып, зыр жүгіріп жүр. Қонақтар жиналып болып қалғанда, Гаухармен бірге бір құшақ гүлін құшақтап кіріп келе жатқан Дарханды көріп, Айнұрдың көзі шарасынан шығып кете жаздап, жүрегі алқымына тірелді. Айнұрға гүлдерін табыстаған Дархан Гаухарға ілесіп, төргі үйге өте берді. Так, внимание, внимание, деп айқайлап кірген Бану Болаттың бетінен сүйіп, ал аман есен сауығып өз үйіңе оралуыңмен. Бүгін сенің 2-ші туған күнің. Құттықтаймын. Бірақ бұл туған күн менің алтын подругамның арқасында болып жатыр. Солай емес пе, достар? И еще, сол кісінің мен сияқты адал достарының арқасында.
Вот сондықтан да мен өзімен Айнұрға қиын кезде қол ұшын созған өзімнің бауырымды да ертіп келдім. Танысып қойыңыздар, аты Дархан, деп өзіне тән еркінділікпен дастархан басына жайғасты. Ары қарай бәрі қауқылдасып, түрлі тілектерін ақтарып, тәтті тағамдарға тамсанып, көңілді отырыс басталып кетті. Айнұр әрнені сылтаурлатып, ас үй жаққа жүгіре берді. Төргі үйге кірсе, Дарханмен көзі түйісіп қалса болды. Денесі ток соққандай, беті қызарып, абдырап қала берген соң, ол жаққа аяқ баспай қалды. Ас үйге артынан ілесе кірген Гаухар: Айнұр-ау, саған не болған? Дарханға қарасаң болды, помидор болып, жас қыздардай асып-сасып, қанша жөнелетініне жол болсын, деді құлағына сыбырлап. Гаухар: мұның не? Неге оны мұнда ертіп келдің? Несі бар? Сені сұрап құлағымның етін жеп бітті. Қызай, кажется, шынымен де сені сүйіп қалған сияқты. Енді бейшара сені көріп мауқын басып алсын, қарағаннан өңім тайып кетпес, деп сықылықтап күлді. Үзіліс кезінде Дарханның қызы Ақеркемен әлденені қызу талқылап тұрғанын көрген Айнұр, мына кештің тезірек өз мәресіне жетуін іштей тілеп, жылдамдатып шай қамына кірісті. Тіпті Дарханның төр бөлмеге кірмегенін қалап, қызын да шақырмай, әп сәтте шай дастарханын өзі жасап тастады. Екінші дастарханын да Дархан жаққа қарамауға тырысып, өтірік күлімсіреп отыра берді. Қонақтары риза болып қайтқан соң, қызы екеуі ыдыстарды жинастырып, ас үй жақта жүріп қалды. Мұның мына қылығына риза болмай, шыдамсызданып: Қыздар-ау, ертеңде күн бар емес пе? Жатып демалсаңдаршы, деп күйеуі қайта-қайта келгіштей берген соң, қызынан ұялып, еріксіз жатын бөлмеге бет алды. Ақырын келіп шешіне бастағаны сол еді: Жаным, сені қатты сағындым. Қасымда жүрсең де құшақтап, құмарымды қандыра алмай қиналып кеттім ғой, деп артынан келіп құшақтаған Болат, мойнынан, құлағының түбінен иіскелеп, қолдармен қос анарын омаждап, өзіне қарай тарта жөнелді. Мұндай кезде бұрындары балқи кететін денесі Болаттың қолдары тиген сайын шымырлап, домбыраның қылын тартқандай қатайып шыға келді. Оның мына жағдайын байқаған Болат: Жаным, бәрі дұрыс па? Не болып қалды? Деді ентігін баса алмай. Болат: Не болды деп сен менен сұрап тұрсың ба? Саған не болып қалды? Неге сен бәрін ұмыттың? Сонда сен ана елді де дәл осылай аймаладың ба? Бетін ыстық жас шуып, өңешіне тірелген өксіктен демі тарылып кетті. Қойшы жаным, кешірші мені, кешші. Жаздым, жаңылдым, кешірші. Сен мені кешірдім деп едің ғой, деп есі шығып, бетінен көзінен шөлпілдетіп сүйе жөнелген күйеуін өзінен итеріп: Болат, сен менің жүрегімді тесіп жібергеніңді ұғасың ба? Мен сені кешірдім дегеннен ол тесік бітеле қалам екен. Саған деген көңілме үңірейіп сызат түсіргеніңді білесің бе? Кешірдім сені дегенмен оның орны тола қалама. Сен бөтен әйелдің құшағында көрген көзімді ұмыту үшін ойып алып тастау қолынан келе ме? Түйсігіңмен миымды өшірердей қауқарың бар ма? Жоқ, Болат, сен мені кешір. Мен қазір сенің құшағыңа кіруге дайын емес екенмін. Балаларым үшін, отбасымызды сақтап қалу үшін тырысып барамын. Бірақ тек бүгін емес, деп ентігіп жылап жіберді. Көз алдында шөгіп кеткендей болған Болат, иығы салбырап бөлмеден шығып кетті. Жылаған күйі көрпесіне оранған Айнұр теріс қарап жатып қалды. Болат сол беті бөлмеге қайта кірмеді. Таңертең балалар сабаққа кеткен соң, екеуі оңаша қалғанда Болат келіп: Айнұр, сенің көңіліңді қатты жаралағанды түсінемін. Өзімді сенің орныңа қойып, түнімен өкінумен жүрегім өртеніп кетті. Бірақ өкінгеннен қайран бар ма? Түсінемін. Шайтан айдап, кешпестей қателікке бой алдырдым. Қолымнан келсе, бәрін өзгертер едім. Бірақ өткенді өзгерту қолымнан келмейді. Мүмкін мені апатқа түсірген Алла сол қателігімді түзетсін, күмәнді жуып, шайсын деп қайтарған шығар. Алла берген мүмкіндікті зая кетірмекші. Енді өткенге қарап, өкіне бермей, алдыға қарап бірге қадам басып көрейікші. Өтінемін, маған сенші. Сенің қадіріңе жетемін.
Енді қарай көзіңнен жас шығармауға тырысамын, деді көзіне тура қарап. Өзінің бұрынғы болаты қайта келгендей, жүрегінің түкпіріне бір кішкене ұшқын алаулағандай. Айнұр, иә, Алла кешіргенде мен кіммін, деп үнсіз болаттың құшағына ене берді. Осымен әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаса арнаға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.